Сәлем достар, қалдарың қалай, жақсы ма? Бүгін өте қызықты тақырыпты қозғайын деп отырмын. Бүгін мынандай ситуация болды. Енді мен IT саласының маманы болғаннан кейін таныстар өте көп. Енді неше жылдан бері жазып келе жатырмын. Бұрын енді менде YouTube канал болмағандықтан, енді оның барлығын алғашқы болған нәрселерді жазуға тура келеді. 10 мың теңгеге в общем бір заказ түсті. Компьютері Windows біреу орнатып берген екен, сосын зависать етіп, баяу жұмыс істеп тұр деп айтты маған, и соны ішіндегі материалдарды алып қалып, соны маған переустановка жасап, барлығын жақсылап істеп берсеңіз деп осындай тапсырыс келді. Енді компьютерін алып қойдым, қарадым, оказывается, конфигурациясы бойынша азуы 2 гигабайт екен бар болғаны, и оның үстіне 2 гигабайт азуға, оның үстіне процессоры dual core екен, енді ескілеу компьютер, бірақ оған қалай Windows 10-ды қойғаны түсініксіз, кім қойып бергені. Білесіздер, Windows 10 кемінде 4 гигабайт азу болу керек, ең жоқ деген кезде. Процессоры Core i3-ден жоғары болған дұрыс, мейлінше, оның үстіне плюс видеокарта болса нұр үстіне нұр, оған 64 биттік, сонда ғана уже 8-ден негізі желательно 8 гигабайт азудан бастап 64 биттік Windows 10-дарды или 64 биттік кез келген Windows-ды орнатса болады. Компьютері содан байланысты зависать етіп, ішіндегі файлдарды әрең дегенде көшіріп алдық. Негізі программалар арқылы жасауға болатын еді, бірақ сол өзіне кіріп, әрең болса да шақ-шақ жасап, керек папкілерін. Хорошо, что CD деп бөлініп тұр екен, D-ға барлығын лақтырып алдық, енді C-ға форматтап, осындай установка жасайын деген ойым бар. Енді установка жасайын деп, өзімде Windows 7-ден бір 2 дискім бартығын, енді біраз болды енді қолданбағаныма. Қазір бұл салада жұмыс істеп жүрмегеннен кейін көп, осында кейде тапсырыстар болған кезде жасап тұрам. Сол дискімді салсам, ортасына келген кезде ошибка беріп, қате болып шығарып жіберіп жатыр. Сондықтан мен жаңа Windows-ды дискім шаршап қалса керек, болванка дейді ғой, 4 гигабайттық білесіздер, 4-7. Сол гигабайт болванкам шаршап қалса керек, енді қазір оның заманында кетіп баратыр, қазір барлық Windows-тарды флешка арқылы орнатады. Сол себептен Windows 7-ні интернеттен скачать етіп алуға тура келді, 32 биттік вариантын. Соны скачать етіп алдым торрент арқылы, енді арғарай соны енді мультизагрузочный қылып, установка жасайтындай қылып, флешкеге қалай жазамыз. Міне осы тақырыпты мен қазір қозғайын деп отырмын. Мынандай Ultra ISO деген программа скачать етіп аласыздар, немесе қазір өте дамып кеткен, өте программалардың түрі көп, бірақ өзіме жақын ыңғайлы түсініктісі осы Ultra ISO деген программаға кірем. Флешканы бірінші салам, флешканы салып аласыздар. Флешка менде ал кеттік ендеше. Так, мой компьютерға кіреміз. Осының ішінде флешканы алып аламыз. Менде бұрын бұл жерде Windows орнында жазғанмын, форматтаймын. Полностью ішіндегі. Енді өзіңіздеріңіз қарап аласыздар, ішіндегі данныйлардың барлығын бір жерге көшіріп алыңыздар міндетті түрде. Так, барлығын өшірем, форматтайым. По умолчанию FAT32 файлдық жүйесінде форматтайым. Екі түрі болады, NTFS деп те форматта болады. Ол туралы кейін бөлек сабақ түсіретін боламыз. Файловый системалар туралы. Бізге осы FAT32 по умолчанию деп тұр, Windows-тың өзінің ұсынып тұрған вариантымен форматтаймыз. Так, жалпы форматтап қойдым. Негізі ана жақта да форматтауға болады. Жалпы өз жерден форматтап, көз жеткізіп алғандарымыз дұрыс. Флешка дайын деген сөз. Менде 32 гигабайттық флешка. Windows где-то 4.5, 4.7 тұрса керек. Қазір көреміз. Ultra ISO-ға кіреміз. Так, бірінші шақырып аламыз қай жерде тұрған. Так, мен открыть деймін. Менің Windows-ым қай жерде тұр. Қазір мен есіме түсіріп алайын. Так, барлығы документы, қайда документы. Өз жерде, так, барлығы документы. Жоқ, олай емес. Тауып алайық. Барлығы да емес. Мен общийдің ішінде мои документы. Өз жерде менде Windows 7 образ дейді. Мен осыны скачать етіп алдым. Міне осының Russian варианты 32 бит деп тұр, как раз бізге керегі. Енді сіздер тек қана менің айтқан вариантым емес, сіздер бұл жерде кез келген
образ жасағыңыз келсе, ойын болсын, Windows 7, 8, 9, 10 қайсысы керек, серверный операциялық жүйелер ма, Linux па, сіз ең бастысы ISO вариантын скачать етіп болсаңыздар, соны енді флешкеге қайтадан мультизагрузочный қылып қалай жазамыз. Міне осылай бірінші шақырып алдым, міне барлығы менде дайын. Енді осы жерден сама загрузка деген бар, записать образ жесткого диска дегенді басасыздар. Да деймін. Міне осылай шығады міндетті түрде. Осы жерде флешка тұрма қараймыз. Флеш дейді, 30 гигабайт деп тұр менде, дұрыс. Бәрі дұрыс, қалған еш нәрсесіне тиіспейміз, барлығы дұрыс тұр. Егер сіздердікінде басқаша тұрса, қарап алыңыздар, настройкілері по умолчанию осылай болған дұрыс. Енді форматтауды бір баса саламыз бұл жерден де, негізі осы жерден сразу істесе де болады. Бірақ сақтықта қорлық жоқ дейді. Мен ішіндегі файлдарымды тексеріп аламын, жазардың алдында всегда бірлет әрқашан. Содан кейін сол жерден өзінің Windows-тың өзінің несінде, жүйесінде форматтап алып, сосын программа арқылы қосымша тағы бірлет жасап аламын. Так, бітті. Жабамыз, дайын деген сөз. Енді міне бірінші шақырып алдым, одан кейін записать дедім. Осы жерден, осы жесткого диска деген жерден, осы жерден не шығарып қойдыңыз, соны өзі арқылы алады. Енді записать деген бағдарламаны сіз сенімдісіз бе деп сұрап жатыр, иә дейсіздер. Енді жалпы күтеміз. Осының барлығын біткеннен кейін, мына жерде завершен запись деп шығады. Сіздің флешкаңыз дайын деген сөз. Сонда да енді постоянно осындай установкамен ақша табамын, осындай нелермен жұмыс істеймін десеңіздер, міндетті түрде бір-екі компьютерге орнатып эксперимент жасап алу керек. Өйткені білмейсіз ғой, интернеттен алған кезде ол жерде не болуы мүмкін. Қате болуы мүмкін, ортасына келіп ол да тұрып қалуы мүмкін, немесе файлдары түгел емес болуы мүмкін, системный файлдар. Сондықтан бір-екі үш рет бір жерлерде установка жасағаннан кейін сол флешканы или сол образды жақсылап сақтап қойсаңыздар, кез келген керек кезіңізде Windows-ыңызды жазып, осындай установка жазып, өзіңіздің компьютерге немесе осылай ақша табуға болады. Осылай жазылып жатыр. Қазір бітсін, сосын сіздерге қалай біткенін көрсете салайын. Соңына дейін ақыры бастағаннан кейін. Ал достар, көріп отқандайыңыздар барлығы бітті. Мынада запись завершен дейді. Осымен жауап тастаймыз. Флешкамыз дайын. Только бір ескертетін жағдай, кішкентай лайфхак дейміз ба, көп біздің IT мамандары дейміз ба, немесе компьютерде флешкамен жұмыс істейтін мамандар дейміз ба, көбісі суырып алады бірден. Олай дұрыс емес. Техникалық безопасность дейді, қауіпсіздікті қолданып, егер флешкаңыз ұзақ жұмыс істесін десеңіз, компьютердің порттарына ешқандай повреждение дейді, қауіп төндірмесеңіздер, төндірмегенін қаласаңыздар, онда пуз, мына жерде пусктың астында стрелочканы басып, үстіне басып, сол мынандай значок тұрады, извлечь флеш деп міндетті түрде басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнаса лайкты басуды ұмытпаңыздар. Менің алғашқы көріп отқан көрермендерім болса, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ең қызықты IT саласындағы ақпаратта бірінші болып біліп жүресіздер. Қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.